Қайырлы күн, құрметті Facebook желісінің оқырмандары, Facebook парақшасын қолданушылар. Бүгін біз кезекті видео жазбамызды, бейне жазбамызды жазғалы отырмыз. Бұл видео жазбаның тақырыбы тағы да яушпер туралы деп аталады. Мұндағы мақсат соңғы кезде тағы да көптеген яушпер туралы тың деректер табылды. Бұған қоса біздің де осы өңірдің тарихы туралы айтылып жатқан әңгімелер де көбейіп жатыр. Соған байланысты біз яушпер тақырыбына тағы да бір оралғымыз келіп отыр. Бұл орайда біз биылғы жаз айында Абай Кезет порталында яушпер туралы 3 мақала жарияланғанбыз. Осы тікелей эфирдің сілтемесіне ол беріліп отыр. Сілтеме ретінде кейбір айтылмаған ойларды оқырмандар сол сілтемеден тауып алуына болады. Демек, тағы қайталап айтайын, тағы да әңгіме біздер яушпер туралы айтылмаған әңгімелерді осы бейне жазбаның тақырыбына қойылған сілтемелерден тереңірек, толығырақ оқып алуға болады. Сондықтан біз әңгімемізді тереңдеп кетпес үшін, бірден тереңіне тартпас үшін бірнеше мәселені алға тартып өтейік. Біріншіден, бұл тақырыпқа оралып отырған себебіміз өлке тарихына қатысты мәселе соңғы кездерде тағы да күшейіп келе жатыр, немесе тереңдеп келе жатыр. Бұл жақсы нышан. Рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты төңіректің тарихына, өңірдің тарихына көңіл аудару ерекше. Бұл бір. Екіншіден, сол жаңағы өлке тарихына көңіл аударушылар тағы да баяғы қазақтың ертеден келе жатқан фольклорлық деректеріне сүйеніп, мифтерге, аңыздарға сүйеніп айту орын алып бара жатыр. Бұл да бір біздің бір менталитетіміздің көрінісі. Мысалға яушпті неге мысалға алып отырмыз? Яушптың мешіттің, яушптердің істеген істері, мына Қостанай қаласы салған мешітті бәрі тарихта қапталып тұр. Қалай басталғаны, неден басталғаны, іс-әрекеттер барлығы тарихта қатталып тұр. Соның өзінде де түрлі қауесет көп. Сондықтан біз осы яушптер мешітіне тағы да бір тоқталғымыз келеді тарихына. Бұл мақсатта біз жаңа айтып өттім, жоғарыда алдында айтып өттім, Абай Кезет порталына жаз айында 3 мақала қатар жазылған болатын. Содан тереңірек танысып алуына болады оқырмандарға, біздің қызығушы жұртқа. Енді бір неден бастаған дұрыс әңгімені? Біріншіден, қазір яушптер мешіті күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бұл жолда облыс әкімі Архимед Бегежанұлына ырзашылығымызды білдіруіміз керек. Жалпы ол кісі мынау мешіттерге, культтік нысандар дейді ғой, культтік нысандарға ерекше көңіл бөледі. Ол кісінің еңбегі бұл жағында өте зор, бар. Мысалға, мынау 2 әкім бастап бітіре алмай кеткен Қостанай орталық мешітін Архимед Бегежанұлы келгеннен кейін соның күшімен, соның жігерімен тез аяқталды. Долгострой болған мешіт еді. Жерде дауға түскен болатын. Ол даудың қалай болғаны жұрттың көз алдында. Кім қалай жүгірген сол даудың барысында, кім қалай қимыл әрекет жасағаны белгілі, бар, есімізде. Бұдан кейін бұл кісі облыс әкімі мына яушптер мешітін биыл күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Қазір сырт келбетіне қарасаң көз тартады, сымбатты жаңағы нысанға айналды. Қасында қосымша ғимараттар да жөнделіп жатыр. Жаңағы
кісілер отыратын, мешіттің қызметкерлері отыратын ғимараттар күрделі жөндеу деп өтіп жатыр. Міне осы мәселелерді біз оң нышан деп айтамыз. Бұл тарихи ғимарат, Қостанайдың өзінің ең бір көз тартар тарихи ғимараттарының бірі. Жалпы тарихи ғимараттарға біз өте жауапты қарауымыз керек. Себебі ол қаланың тарихы, қаланың тынысы, тірлігі деген секілді. Сонымен қатар бұл үнемі айтып жүреміз, бұндай ғимараттар біздің қаламызға туристердің келуіне, қонақтардың келуіне ықпал етеді. Сондықтан мұндай ғимараттарға осылай әкімшілік тарапынан көңіл бөлініп жатқаны көңіл қуантады. Енді әкімшілік өзінің жұмысын жасап жатыр, оған разымыз. Ал енді біздер не істеп жатырмыз, ғалымдар не істеп жатыр осы төңірегінде? Осы мәселеге көңіл аударуымыз керек. Біріншіден, қазіргі барлық тарихи дерекнамаларда жазылып жүрген Яушевтер мешіті 1893 жазылды деген дерек шындыққа жанаспайды. Бұл туралы біздің мақаламызда кеңірек айтылған. Тоқетерін айтатын болсақ, мешітті салу жұмыстары 1905 жылғы реформадан кейін, яғни бірінші орыс революциясынан кейінгі алған саяси реформалардың нәтижесінде яушевтерге мешіт салуға рұқсат беру процесі басталады. 1908 жылы ол мешіттің құрылы басталады. 1914 жылы 6 жыл жүріп, 6 жылдан кейін құрылыс аяқталады. Мінекей, сонда мешіттің салу тарихының нақты дерек көзі осындай. Архивтік деректерге жазылып тұр. Сенбеген адам барып қарасын, немесе біздің сілтемедегі дерекке көз салсын. 1914 жылы сіздер жақсы білесіздер, бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Сөйтіп мешіттің мынандай салтанатты ашылуы деген мәселелері жаңағы жүзеге аспаған секілді. Ал 14 жылдан кейін, 3 жылдан кейін сіздер жақсы білесіздер, революция болды. 17 жылғы февраль революциясы, бірінші патшаның тақтан құлауы, тақтан өз еркімен кетуі. Біз құлауы дейміз, ол құлаған жоқ, ол өз еркімен бас тартты. Әрине саяси қысымдардың әсерінен, тағы басқа деген секілді. Екіншіден, одан кейін октябрь революциясы болды. Мінекей қазір ноябрьдің 7-сінде, кеше ғана соның жаңағы революция болған күнде бұрын айтақтайтын күніміз, немесе айттайтын күніміз, болмаса мейрамдайтын күніміз, қазақша айтсақ. Сол февраль және әсіресе октябрь революциясынан кейін яушевтердің басына үлкен қатер төнеді. Сіздер жақсы білесіздер, бай бағландарды қудалау басталды. Яушевтер шетелге қашуға мәжбүр болды. Олар Владивосток арқылы Жапонияға қашып кетеді. Мінекей кейін 20-ші жылы ағайындардың біреуі кейін оралып Ташкентке келеді. Ташкентте қайтыс болады. Ал енді яушевтердің ұрпақтары бәрі сол 20-30 жылдардағы репрессияға ұшырайды. Ең соңғы ұрпақтарының бірін, яушевтердің кіндігінен тараған ұрпақтарының бірін Совет үкіметінің НКВД ұйымы 1945 жылы неміс фашистерін жеңгеннен кейін Берлинде ұстап алып атып өлтіреді. Бұл Германияға қашып кеткен еді. Міне осындай тарихы бар. Енді яушевтердің Қостанай қаласына сіңірген еңбегі өте зор. Олар мінекей Қостанайға үлкен екі ғимаратты тастап кетті деп болады. Бірі жаңағы мінекей айтып отырған Қостанай мешіті, екіншісі пассажы, сауда үйі. Бұны қазір бірінде тарихи пассажда, тарихи облыстың тарихи өлкетанушылық музейі орналасқан.
бұл кезінде кеңес үкіметі тұсында универмагта болған, сауда орны болған. Міне осындай екі әдемі ғимаратты Яушевтер қалдырған. Енді Яушевтердің осы қазақ халқына сіңірген еңбегінің тағы бір қырын айтып кетейік, сөзіміздің басынан айтып кетейік бұл мәселені. Мына Яушевтер қазақтың оқығандарына, қазақтың зиялыларына көмек көрсетіп отырған. Бірінші айталық Мұхамеджан Сералинге. Мұхамеджан Сералиннің Айқап газетін ашуға Троицкіде, жалпы Яушевтердің өзінің үйлері Троицкіде болған болатын, поместьесі болған, сол жерде үлкен кезінде сән салтанатты үйлері болған, үлкен жері бар алдында, кең жері бар. Мінекей осы Троицкіге Айқап газетін шығаруға Яушевтер Сералинге жәрдем берген. Бұны ол бір. Екіншіден қазақтың көрнекті алаш қайраткері Мұстафа Шоқайға да жәрдем берген. Түркістан автономиясын құрған Әлихан Бөкейханның шәкірті, ізбасары Мұстафа Шоқайға Яушев жәрдем берген. Қалай жәрдем берген? Бұны тағы да аңыз әңгіме емес, біреуден әкеміз айтты, көкеміз айтты емес. Мұстафа Шоқайдың әйелі Мәриям Шоқайдың естеліктер деген кітабы бар. Ол орыс тілінде де жарық көрді, қазақ тілінде де жарық көрді. Сонда Мәриям Яковлевна Шоқай өздерінің жаңағы тарихын баяндайды. Мұстафа Шоқай екеуінің өмірбаяны. Соның бірінде жаңағы Мәриям Ташкенттен Қоқан автономиясы құлап, Түркістан автономиясы, яғни Түркістан автономиясы құлап, Мұстафа Шоқай қашуға мәжбүр болғанда, Ташкенттен оны жаралы жауынгер ретінде алып шыққандығын, өзі Красный Крестте қызмет істеген Мәриям Шоқай, сол Красный Кресттің куәлігімен жаңағы жаралы жауынгер деп Мұстафа Шоқайды алып Ташкенттен Орынборға келеді. Орынбордан бұлар Челябіға барады. Челябіда бұлар екіге айырылады. Мұстафа Шоқай Мәриям Яковлевнаны Троицкіге жібереді. Бұл өзі саяси әрекеттермен әрі қарай неғыла бастайды. Әрекетіне көшеді, екеуі екі айырылып. Мінекей Троицкіге келген Мәриям Шоқай Яушевтің үйінде жасырынады. Оған Мұстафа Шоқай сол Яушевтің үйіне жасырынуына өзі кеңес береді, және оны сол істің жүзеге асуына ықпал етеді. Яушевтердің үйінде Мәриям Яковлевна тығылып отырады, оны өзінің естелігінде жазып отыр. Яушевтер бұны аса жақтыра қоймайды, әсіресе әйел адамдары Яушевтің үйінің. Себебі Мәриямның өзі айтады, мен біріншіден христианның қызымын дейді, бұлар мұсылман дейді. Екіншіден менің жаңағы Яушевтердің өздерінде қыздары болды дейді. Мұстафа неге біздің қыздарымызды алмады дегендей, бұларда өкпе реніш бар сияқты деп айтады. Неге орыстың әйелін алды, бөтен діндегі адамдарды алды дегендей. Себебі Ташкентте Яушевтердің пассажы болған. Олардың жалпы Яушевтегі саудагерлер, бұлар Қазан мен Ташкенттің ортасына үлкен сауда желісін орнатқан. Қостанайдың да үстінен өтеді, Торғайдың үстінен өтеді, Ақмешіттің үстінен де өтеді деген секілді ол сауда жолдары. Міне осындай өкпе реніштен жаңағы күрең қабақ болып әйелдері, Мәриям ол жерде ыңғайсыз сезініп жүреді. Бір күні жаңағы сол үйдің келіні Мария деген Еникеева Мария, бұл Ташкент генералының қызы, Яушевтің баласына тұрмысқа шыққан. Сол Мария Еникеева Мәриям Яковлевнаға айтады, менің қайнатам айтып жатыр, заман өзгеріп кетті, бізге қатты қауіп төніп тұр,
сіздің бұл үйден кеткеніңіз жөн болар, себебі біз де қашқалы жатырмыз дейді. Мінекей сол заманның шындығы мінекей осылай болды. Сондықтан Мария Яковлевна Орынборға қарай кетіп, Орынбордан Атырауға өтіп, Атыраудан Маңғыстау өтіп, Маңғыстаудан Баку, Бакуден Тбилисиге барады. Тбилисиге барған кезде, Тбилисиге Баку мен Тбилиси арасындағы пойыз жолда түскен кезде оны Мұстафа Шоқай бір гүл шоғымен Тбилисиде қарсы алады. Демек, Мұстафа Шоқай өміріне қауіп төнгеннен кейін дереу шетелге иммиграцияға кетуге мәжбүр болған. Баку арқылы неге Тбилисиге. Одан әрі Түркия шығып, Түркиядан Францияға кеткенін сіздер жақсы білесіздер. Енді мәселе неде? Мәселе біздің осы алаш азаматтарына көмек еткен Яуштың еңбегін бағалау мәселесі біздің назарымызда болу керек. Яуштердің қалаға сіңірген еңбегінің бізде назарда болу керек. Өзіңіз ойлаңыз, бұл Яуштердің мешіті бұл қаладағы кезіндегі ең сәулетті мешіттердің бірі болды. Тарихи деректер айтады, Яуштер 60.000 сом ақша құйған дейді осы мешіттің салуына. Бұл жай поселок еді, Қостанай деген поселок, переселенцтердің поселокі. Содан осындай сәулетті мешіт салуға осы күшін аямаған Яуштер. Ал енді ол кезде мешіт салуды оңай болмаған. Біздер қазір ойлайды барлығы. Ол жаңағы мешітті қалады сала салды деген секілді. Олай болмаған. Мешіт салу жұмысы өте ауыр болды мұсылман жұртына. Себебі мынау әсіресе мынау орыс поселкелері орналасқан, орыс қалалары орналасқан, орыс адамдар орналасқан қалаларда, немесе орыстар негізін салған поселкелерді қалаларда мешіт салу оңай болмады. Себебі заң бойынша ол тыйым салынатын болатын. Ол орыс поселкелеріне керек десеңіз, Қостанайдың өзіне де басқа бөгде жұрттарды кіруге тыйым салынған. Бөгде жұрттар кіруге тыйым салынған кезде бұл жаңағы күндіз-түні қарауыл емес, қарауыл қойып кіргізбей, қазіргідей блокпост қойып карантин секілді, ондай мәселе емес. Мұнда жаңағы тұрақты тұруға тыйым салынған. Саудамен, негізі басқа шаруамен келуіңе болады, уездің орталығы, бірақ тұрақтап тұра алмайсың. Прописка жоқ, қазіргі сөзбен айтсақ. Кеңес дәуірінде осы бір прописка деген мәселені жақсы қолданған, кеңес дәуірінде болған кісілер жақсы біледі. Сондықтан Яушевтер мешіт салуға өте үлкен септігін тигізген. Олар рұқсатты өзінің беделі арқылы алған. Бұл бірінші гильдтегі саудагер еді. Оған патшаның жарлығы бойынша бұндай дәрежедегі саудагерлерге империяның кез келген бұрышынан бизнес ашуға, жер алуға жаңағы рұқсат берілген болатын. Шыңғысханның пайдасы секілді кез келген жерде бұған рұқсат беріледі. Сол арқылы Яушев өзі осы мешітті салуға ықпал еткен. Әрине жергілікті мұсылман халықтары көмектескен, қазақтар да оның ішінде, қазақтың бай адамдар да көмектескен, татарлар да көмектескен. Мына Қостанайдың өзі тарихы қызық. Мына Қостанай екі сайдың ортасына орналасқан қала, бұрынғы Ордабай деген жерге. Соның мысалға Әбілсайдың арғы беті татарлар қоныстанатын, татарлар қоныстанған жер, оны қазір Нариманов базар деп атаймыз. Сонда татарлардың өздері де көпшілік бұл қалаға кіруге мүмкіндік болмаған. Ал жаңағы екі сай, біреу жаңағы пивзаводтың жанындағы сай, бұл қаланың географиялық табиғи шекарасы. Одан әрі қарай ішкі қарай кіруге болмайды бөгде діндегі кісілерге. Сондықтан татарларына Әбілсайдың сыртына орналасқан қазақ көшесі сол жақта болды. Оны жақында ғана осы 1-2 жыл көлемінде ғана Әбілсай деп өзгертілді қазақ көшесі. Сонда қазақтар, татарлар бұл қалаға кіре алмайтын болған. Ал Яушев өзінің жаңағындай атағы, өзінің дәрежесі арқасында қалаға кірген,
қызмет істеген осы жерде, пассаж салған, және мешітті салуға өзі жәрдем еткен. Сондықтан тағы да қайталап айтамыз, мешіттің салу тарихы 1905 жылдан кейін басталады. Оған дейін бірнеше рет өтініш берілген, бірақ ол қанағаттандырылмаған. Ал 1905 жылдан кейінгі реформадан кейін, манифесттен кейін мынау мешіт салуға рұқсат беріле бастаған. Дініне қарай, патша үкіметі дінге, ұлтына қарай бөлмеу деген мәселені осы манифестте жариялайды. Соған байланысты мешіт салу үстіне Яушевтер хат жазады. Сол хаттың әсері, сол хатты генерал-губернатор қуаттайды, салу керек деп орталық өңірге хат жолдайды. Сол 1908 жылы содан құрылыс басталып, 1914 жылы бітеді. Сондықтан Қостанай мешітінің тарихының датасын біз осылай бір белгілеп қойып, жаңылыспауымыз керек. Біз тарихи архивтердегі бар мәселенің өзін толық білмейміз. Түрлі қауесет айтамыз, түрлі болжам айтамыз. Адамның қиялы зор. Адам, сіздер жақсы білесіздер, қиялмен айға да барып, Марсқа да барып, дүниені космосты 7 рет шарлап өте алады. Сондықтан бұл мәселені біздер бір маңызды мәселе деп санаймыз. Яушевтерді біз құрметтеуіміз керек. Бұндай еңбек сіңірген Қостанайға адамдар өте аз, әсіресе мұсылман жұртынан. Сондықтан оны татар деп, болмаса тағы басқа деп бөлуге болмайды. Бұл мұсылман жұртының өкілі, оның түбі татар зерттеушілер жақсы жұмыс жасап жатыр. Бұл кісінің түптегі баяғы Ораз Мұхамбетке, Қасым хандығының билеушісі болған Ораз Мұхамбетке тіреледі деген дерек айтылады. Ал Ораз Мұхамбет бұл Одан сұлтанның баласы. Демек, арғы тегі қазақ хан сұлтандарынан қарайды. Ал Одан сұлтанның арғы тегі Шығай хан. Сонда бұл түбінде біздің бауырымыз. Бірақ Ораз Мұхамбет Қасым хандығының ханы болып, Борис Годуновтың жаңа қызмет етіп, осындай басқа жұртқа сіңіп кеткен. Дегенмен тегіміз бір, түбіміз бір. Сондықтан Яушевті алаламайық. Қолымыздан келсе көше берейік Яушевке. Қолымыздан келсе тағы да басқа қызметтер атқарайық бұл кісінің құрметіне. Енді бір жұрт, үлкен татар деген елдің жұртының өкілі. Татар біздің бауырымыз. Қазақтың көп оқығандары татар мектебінде білім алды. Татарлар қазаққа қарағанда сол кездерде іскерлік танытты, бизнесте, дін ісінде, оқу ісінде алда болды. Сондықтан біз осы татар жұртының өкілі ретінде Яушевке, бауырымыз ретінде құрметке көрсету керек дейміз, және ол құрметке Яушев лайық. Біз түркі жұртының бірлігін ойлайық. Мінекей Яушев түркі жұртының бірлігін ойлаған. Мұстафа Шоқайға көмектескені, Мұхаммед Жансайралинге Айқап журналын ашуға көмектескені, бұл түркі жұртының бірлігін ойлағаны. Мінекей бізде соны ойлауымыз керек. Кешегі Қарабақтағы жеңіс, Әзербайжанның жеңісі бұл түркі халықтарының да жеңісі деп санау керек. Біз бір болсақ, түркі халықтарға бір болыңдар деген ұран кезінде Алаш зияларында болған. Сондықтан осы бірліктің ісін біз нақты құрметпен, нақты әрекеттермен жалғастыруымыз керек деп ойлаймын. Бүгінгі осы тыңдағандарыңызға, ден қойғандарыңызға рахмет.